Міне компиляция процесі аяқталды, яғни бізге берілген астериск source код, астерисктің негізгі түп тамыр коды осыны Ubuntu бағдарламасына, Ubuntu операциялық жүйесіне орнататындай мүмкіндік беріп, барлық процесті жүргізді. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, астериск сәтті құрастырылды дейді, және ол енді осы операциялық жүйеге, Unix операциялық жүйесіне орнатыла алады дейді. Сондықтан make install бассаңыз, бізге осы астериск бағдарламасын, астериск платформасын, жүйесін, яғни осы біздің Ubuntu операциялық жүйесіне орнатуға мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан мен қазір make install нүктесін басамын, және enter нүктесін басамын. Енді бұл процесс жылдам болады, және қарасаңыз, астерискті Ubuntu операциялық жүйесіне орнатты. Мына жерде оқимыз. Астерискті орнату аяқталды дейді. Сіз қауіпсіздік құжаттарын оқыңыз дейді. Астериск сәтті орнатылды дейді. Және егерде қаласаңыз, сіз осы астерискке мысал ретінде алынған конфигурация файлдары бар, сол файлдарды орнатуыңызға болады дейді. Және ол осы файлдар бар, конфигурация файлдар болса, оның барлығын ол жойып жібереді дейді. Сондықтан бізге қазір осы сабақ ретінде болғандықтан бізді қызықтырып отыр бұл мәселе. Сондықтан біз қазір осы операциялық жүйеге осы мысал ретінде жасалынған конфигурация файлдарын орнатамыз. Жарайды, олай болса, осы make samples дейді, яғни мысал файлдарын жасайық. Мен қазір make samples деп теремін, және enter нүктесін басамын. Енді бұл осы бізге мысал ретінде файлдарды жасады, және ол белгілі бір жерге сақталып тұр. Қазір мен оның қайда екенін сіздерге көрсетемін, және онда не барын қараймыз. Міне make samples дейді, ол мысал файлдарды орнаттық. Енді астерисктің және басқа да Linux-тегі кез келген жөндеу жұмыстар жасалатын папка, яғни etc астериск файлына барамыз, және осы жерде бізге берілген мысал файлдарды қарастырамыз. Мен қазір сонда ауысамын, яғни cd change directory etc астериск нүктесін басамын, және осы жерде бізге қажетті файлдардың тізімін қараймын. Және міне бізге бірнеше файлдың мысал ретінде қойылған нұсқа отыр, және бұл файлдардың қанша екенін санап көруге де болады. Ол команданы мен көшіріп алған екенмін. Мысалы, мына команда, мен осыны қазір көшіріп алайын, және осында орнатайын, және бізге қанша мысал файлдардың орнатылған санайық. Міне қарап отырсаңыздар, 105 файл біздің операциялық жүйеге орнатылды. Енді келесі қадамды қарастырамыз. Ол қадам бізде қандай? Бұл жерде бізге астериск алу, енді минус cvv командасын теру керек. Бұл бізге не мүмкіндік береді? Яғни астерисктің консолін көреміз, яғни астериск қалай орнатылды, және онда не бар екенін біз қарастырамыз. Енді мен осы команданы осында терейін. Астериск минус cvv басамын, және қарап отырсаңыздар, бізге астерисктің орнатылғаны туралы бұл бізге мағлұмат беріп отыр. Мына жерде берілген жұлдызша CLI, яғни Command Line Interface, осы астерисктің, яғни консолына біз кірдік. Яғни астериск бізде қазір операциялық жүйеде орнатылып жұмыс жасап тұр. Оған осылай көз жеткіземіз. Енді біз ары қарай не қарастырамыз? Яғни бізде астериск бағдарламасы қазір жұмыс жасап тұр, оны біз көре аламыз. Бірақ бұл бағдарлама бізде қазір қолмен қосылады, яғни біз астерискті қосу нүктесін бастық, және ол егерде осы Ubuntu өшіп, перезагрузка, яғни қайтадан өшіп қосылатын болса, бұл астериск бағдарламасы өшіп қалады. Егер мен мына жерде Ctrl-C нүктесін бассам, онда қазір мен астерисктен шығып кеткенімді көресіздер. Енді астериск бағдарламасы бізде өшіп қалды, сондықтан бізге астерисктің өзін автоматты түрде қосылуын қамтамасыз ететін осы start script, яғни астерисктің өздігінен қосылу скрипт файлын жасау керек. Сол файлды жасауға енді кірісеміз. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші, яғни астериск орнатылған папкаге барамыз, және осы жерден contrib папкасын ашамыз. Сондықтан мен қазір астерисктен шықтым, және біз файлдарды жаңағы нұсқалған файлдарға көшейік. Яғни ол бізде қандай болды? Бұл жерде мен дұрыс шықпадым, сондықтан қазір былай жасаймыз.
мына терминалды әзірге жабамын. Және мен осы жерде қайтадан жаңа терминал ашамын. Енді бұл терминал ашылуда. Бұл терминалда да мен қазір root қолданушысы болып кіруім керек. Сондықтан sudo -s командасын теремін және осында өзімнің паролімді енгіземін. Міне мен қайтадан root болдым. Және біз осы жерде ары қарай қалыпқа келтіру жұмыстарын жасайық. Change directory және бізге қажетті файл. Ол бізде certified asterisk. Яғни certified, одан кейін tab нүктесін бассам, бізді осы папкаға ауыстырады. Мен enter нүктесін басамын және осы жерде бізге қажетті папка бар тағы. Ол бізде contrib деп аталынады. Мен сол папкаға ауысамын. Яғни change directory contrib деп жазамын. Enter нүктесін басамын және осындағы файлдарды бір қарайық. Енді бұл жердегі файлдардың тізімі үлкен, сондықтан біз алдындағы дайындалған құжатқа жүгінеміз және осы жерде init, яғни initial файлдар бар, сол файлдардың тізімін қарастырамыз. Мен тағы да change directory init нүктесін басамын және мен осы жерде қазір келдім. Енді осындағы файлдардың тізімін қарастырайық. Көріп отқандарыңыздай, бізге бірнеше init файлдар берілген, соның ішінде Debian, Gentoo, Mandriva дейді. Енді осы тізімнің ішінде бізді қызықтырып отырғаны Ubuntu жоқ, алайда Ubuntu осы Debian жүйелерінің тізімінің ішіне кіреді, сондықтан осы Debian'ды қолданамыз. Ол үшін біз қажетті тағы да файлдарды енгіземіз. Енді яғни Debian asterisk init файлының біз өзімізге қажетті etc initd asterisk папкасы. Бұл etc initd деп отырғанымыз осы қалыпқа келтіру папкасы. Соның ішінде бізді қызықтырып отырғаны initd asterisk деп көшірмесін жасаймыз. Ол үшін бізге осы cp, яғни copy команданы енгізейік. Енді мен мұнда қазір жазамын. Copy. Енді жазбай тек көшіріп ала салайық. Мысалы, copy жасайын және бізге қажетті жерге орналастырайын. Оның бәрін сізге көрсетіп жатуым қажет жоқ. Paste нүктесін бастым және enter нүктесін бастым. Ешқандай қате шықпады, яғни бізге қажетті файл, қажетті папка деп пайда болды. Оны тексеруге болады. Енді бұл start script не істейді десеңіздер, ол осы asterisk бағдарламасын, яғни жаңа айтып кеткендей, біздің компьютер өшіп қайта қосылғанда автоматты түрде бастайды, немесе басқа программалар жұмыс жасау кезінде asterisk платформасын артқы фонға, яғни артқы процесс ретінде жылжытады. Енді біз осы asterisk бағдарламасын initd файлынан басқарып көрейік, яғни бастап көрейік, оны тексереміз. Мысалы, etc initd asterisk деп жазайық мұнда. Және start нүктесін басайық. Міне қарап отырсаңыздар, бұл жерде бізге қате шықты, яғни asterisk has been dir файлында asterisk файлы табылмады. Сондықтан біз қазір ары қарай жөндеу жұмыстарын жасаймыз.